Саламатсыздар ма? Бүгін біз духовкасыз газда дайындалатын жылдам тіске басар деп айтсақ болады шығар. Дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 стакан ұн керек. Екі стакан ұнды жылы сүтке 1 стакан араластырамыз. 1 стакан көп болады. Шатсын дейін. Және 1 шай қасық тұз. Және 100 грамм сливочный май. Осыны жақсылап араластырамыз. Қолымыз таза? Қолымыз таза. Жуылды. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Тестамызды жақсылап басамыз. Жұмсақ теста болу керек бізде. Сол үшін 15 минут бетін жауып қоя тұрамыз. Тіске бастарымыздың ортасына салатын начинкамызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге картошка керек. Картошкамызды үлкен қылып турап суға пісіреміз. Нанымыздың ортасына салатын картошкамызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге картошкамыздың ішіне сливочный май саламыз. 100 граммдай. Және тұздаймыз. Және сырды күштен өткіземіз. Тестамыз 30 минут тұрды. Астынан сүйіп қойып. Енді қолымызбен адымдап жайамыз. Енді осылай оқтаумен жақсылап жайып, өте жұқа қылып жүрмеңіздер. Қалыңдығы осындай болу керек. Енді осының үстіне жаңағы туралған сиырымызды жақсылап картошкамызды үстіне жағамыз. Пюре езілген картошкамызды. Айтпаса да дәмді болатыны көрініп тұр. Осының бетіне тағы сыр. Енді осы нанымызды бір-біріне түйеміз. Өте қалың болмай түйу керек. Шетінен ғана. Осылай ашылмайтындай қылып жақсылап жабамыз. Енді кішкене сөз жүрек астына. Керісінше жағынан қойып. Енді үстінен ақындап оқтаумен басамыз. Бірді елестіріп. Енді табамызды қойып, ішін алаймыз. Дайын болған нанымызды ішіне саламыз. Осылай табамызды қойып, астына ақырын отқа қоямыз. 15-20 минут пісіреміз. Крышкасын жаппаймыз, осылай тұрады. Нанымыз бір жағынан 15 минуттай тұрды.
Енді екінші жағына ауыстыруымыз керек. Осылай аударып алып, екінші жағынан 10 минут тағып пісіреміз. Тіске басарымыз дайын болды. Енді кесіп көрсетейін сіздерге. Ал бісміллә дәмін көреміз. Іші мындай ыстық. Бісміллә. Сырын тағы да көбірек қойсаңыздар болады. Керемет. Тез дайындалатын тіске басарымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.